Баршаңызға сәлем. Бүгін бауырдан торт дайындаймыз. Өте оңай дайындалады, әрі дәмді болады. Ең алдымен бауырды осылай кішкентай бөлшектерге бөліп турап алдым. Осыны ет тартқыштан өткіземіз. Блендер болса, блендермен езіп алсаңыздар да болады. Оның үстінен жұмыртқамыз саламыз. Сүтімізді құямыз. Дәміне қарай тұз, бұрышын саламыз. Және венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Біркелкі болғаннан кейін үстінен ұнымызды салып, тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Және осы қоспамызды араластырып болғаннан кейін үстінен сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Енді біздің блинчик пісіретін табамызға ең біріншісін пісірген кезде осылай май жағып береміз, қалғанында құрғақ табада пісіре береміз. Тура блинчикті қалай пісіреміз, тура солайынан екі жағын кезек-кезек пісіріп аламыз. Бірінші жағына қарағанда екінші жағы тез піседі. Барлығын осылай пісіріп аламыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Начинкасына жуаны майдалап турап, сәбізді үккіштен өткізіп алып, кішкене ғана майға тұз салып қуырып аламыз. Майонезімізге чеснок қосамыз, жақсылап араластырып аламыз. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Ең бірінші майонезімізді жағып, оның үстінен салмамызды саламыз. Және келесі блинчигімізді салып, осылай тортымызды жасап шығамыз. Өте дәмді болады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне біздің бауырдан жасалған тортымыз дайын. Рахмет, сіздерге ас болсын.